Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, жүргізушілер, бүгіннен бастап, яғни 13 ақпаннан бастап, сіздер көлік құралын басқару үшін жүргізуші куәліктеріңізді, көлік құралын тіркелу куәлігінсіз көлік құралын басқаруға рұқсат. Яғни заңнамалық актілерге өзгерістер енген бойынша бүгін 13 ақпан күні заңды күшіне енді. Одан кейін алдағы уақытта сіздер жүргізуші куәлігінсіз, көлік құралын тіркелу куәлігінсіз көліктеріңізді басқара бересіздер. Сіздерді бұдан былай жол-патрульдік полиция қызметкерлері жолда тоқтатып, жүргізуші куәліктеріңізді, көлік құралы тіркелу куәліктеріңізді сұрамайды. Тек қана өздеріңізбен бірге жеке бастарыңызды анықтайтын жеке куәліктеріңіз болса болды. Яғни біздің өзіміздің электрондық планшет арқылы сіздердің жеке куәліктеріңізді ин арқылы базаға енгізіп, сіздердің жүргізуші куәліктеріңізді қашан, қай кезде, қай уақытта алғандарын біліп отырамыз.